Бәріңе сәлем. Әлем чемпионаты. Соған орай, мен футболға қатысы бар сериалдарды іздеп, Тед Лассоға тоқтадым. Алайда бұл сериал тек қана футболға негізделмеген, түпкі мағынасы мүлдем басқаша. Мен бүгін бөліп жүрмей 3 сезонын сразу баяндамақшымын. И сразу ескерте кетейін, бұл видеода мен тек сюжетті ғана айтып беремін. Если басқа видеолардағыдай диалогтарына кірсем, видео тым ұзақ болып кететін секілді. Ендеше, жейтін ішетін бірдеңе дайындап алыңыздар, олай болса мен шолуды бастайын. Әдеттегідей, ұмытпай тұрғанда, лайк басып арнамызға тіркеле кетіңіздер, өтініш. Бірінші сезон, бірінші серия. Ребекка Уэлтон деген әйел, бұрынғы күйеуі Руперттің футбол клубының жаңа иесі атанады. Ричмонд ФК. Ренішке батқан ол Руперттің қатты жақсы көрген футбол клубын құртпақшы болады. Алғаш бас бапкерді қуып жіберіп, орнына Тед Лассо деген вообще футбол қақпайтын адамды әкеледі. Бұрын Тед тек американский футболда бас бапкер болған. Тед келген соң Ребекка клубтың ішімен таныстырады. Еще әйел оны дым жақтырмай тұрғанын да жасырмайды. Пресс-конференцияда да Тедті бәрі сынап, критиковать ете бастайды. Бірақ ол бәріне күліп, әдемі жауап береді. Сосын ол тренер Бирдпен поляға шығады да команданың ойынын бақылайды. Ол жерде жұмысшы Нейтан ойыншылар туралы факттар береді. Жаттығудан соң раздевалкада Тед игроктармен сөйлеспекші болып еді, кейін бұның оңайға соқпайтынын түсінеді. Күннің соңында Нейтан өзінің құттай машинасымен Тед және Бирдті үйлеріне апарып тастайды. Квартирасында жатып Тед Америкада қалған әйелі мен баласына звондайды. Әңгімелерінен отбасылық өмірі чотта жақсы емес екенін түсінеміз. Сол семьясындағы проблемасы үшін Тед Ұлыбританиядағы жұмысқа келіскен екен. Екінші серия. Келесі күні таңертең Тед Ребеккаға печенье әкеліп береді. И әйелге печеньенің дәмі прям ұнап қалды. Тренкадан соң командаға ол алдағы матч туралы емес, раздевалканың условиясы туралы баяндап, бәрін шоқ қылады. Келесі күні тренер Ребекка мен Джейми Тарт туралы сөйлеседі. Ол команданың лидері және тым қатты эгоист. Ребекка оған Джеймидің қызы Киллимен сөйлесіп көрсеш деп кеңес берді. Тед солай жасап, сөйлесіп тұрғанда, олардың сыртынан біреу фотоға түсіріп алады. Сөйтсек, бұны Ребекка жасаған екен. Типа тренердің авторитетін түсіру арқылы клубқа да зиянын тигізгісі келген. Матч күні команда Сэмге сюрприз жасап, туған күнімен құттықтайды. Бұл шынымен де Сэмге көмектесті. Ол уверенность жинап, ойыны біршама жақсарып қалды. Хотя команда сол күні Кристал Пэластан жеңіліп қалған болатын. Тед болса команданың настроениесі түскенін қаламай, Сэмнің туған күнін тойлауды жалғастырады. Үшінші серия. Таңертең Ребекка жұмысқа жынданып келеді. Себебі Тед пен Киллидің фотосы газетке әлі жарияланбаған. Осы уақытта Тед пен Бирд ойын жүйесін ойластырып отыр. Бір кезде Нейт келіп, может, Джеймиді приманка ретінде пайдаланып, басқа игроктың удар жасауына мүмкіндік жасаймыз дейді. Тед оның ойын тренкада қолданып көрсе, бұл шынымен іске асып кетті. Килли фото туралы біліп қойып, бұны Тедке айтады. Олар солай бірге Ребеккадан көмек сұрайды. Ол «Все, қорқпаңдар» деп жауап берді. Келесі күні Ребекка Тедке хабарласып, «Все, сурет туралы мәселені шештім. Сосын The Independent газетінің журналисті Трент Крим екеуіңмен интервью жоспарлап қойдым» дейді. Трент Крим деген кісі прям шындықты шырылдатып қойып, адамдардан плюстан гөрі минусты көп табатын сұмдық журналист екен. Команда капитаны Рой Тедтің методтарын қолдай бастады, және басқалар Нейтанды мазақтап жатса, оларға қарсы тұрып беріп жүр. Сол күні Тед пен Рой мектепке барады, ал Трент олармен еріп интервьюін жалғастыруда. Кешкісін олар әңгімесін тамақтанып отырып аяқтайды. Түнде Трент Хиггинске сұхбаттың демо версиясын жібереді. Ол клуб туралы дым жаман нәрсе жазбапты. Қайта Тедті жақсы көріп, кәдімгідей сыйлап қалған. Төртінші серия. Команда жыл сайын болатын қайырымдылық кешіне дайындалуда. Ойыншылар қызыл кілем үстінде фотоға түсіп жатыр. Килли Ребеккаға жақсы поза таңдауға көмектеседі. Осы сәтте күтпеген жерден Руперт пайда болды. Оның келуі Ребекканың қатты ашуын келтірді. Өзің бір осындай қайырымдылық кеш жасап алмайсың ба дейді. Сонымен қатар, әйелдің арнайы шақырған музыканты да кешке келе алмайтын болыпты. Ребеккада давление, эмоциясы сыртқа шығып кетейін деп тұр. Но Тед оған қолдау көрсетіп, өз-өзіне келуін сұрады. Тед Лассо Рой мен Джеймиді әдейі бір столға отырғызыпты. Типа ара қатынасын осы жерде реттеп алсын деп. Бұл ситуациядан шығу үшін Тед көшеден бір музыкантты шақырып алып, осы кеште өнер көрсетуін сұрайды. Ең қызығы, ана музыкант Тедтің үмітін ақтады. Бәрі в шоке. Кештің аяғында Руперт клубқа 1 миллион фунт стерлинг қайырымдылық жасайды. Килли Джеймимен айырылысып кетеді.
Себебі қыз жігітті безответственный өзімшіл деп кінәлайды. Солай кеш біткен соң, Килли мен Ребекка ішімдік ішіп, достықтары дальше нығая түсті. 5-ші серия. Тренкада Джейми Сэмге пас бермей, атаканы өзі аяқтауды шешеді. Бұл уақытта Англиядан Тедтің әйелі мен баласы келеді. Қуанып қалған Тед, солай Тренканы атмен ырсап, отбасымен уақыт өткізуге аттанады. Хиггинс Ребеккаға клубтағы жағдай барған сайын нашарлап жатқанын айтады. Бұлай жалғаса берсе, клуб премьер-лигадан ұшып кету қаупі бар. Таңертең Тед пен әйелі отбасылық жағдай бойынша сөйлеспекші болады, бірақ әңгімелерін баласы қайта бұза берді. Норм сөйлесе алмағаннан соң, отбасы стадионға аттанады. Матч Ричмонд үшін нашар басталды. Алғашқы 6 минут ішінде команда 2 гол жіберіп алды. Бірақ көп ұзамай Джейми Тарт есепті теңестіреді. Бұған қарамастан Тед оны алмастырып тастайды. Типа эгоисттік ойын командаластарымен түсініспеушіліктерден соң. Үзіліс кезінде Тед командаға әдемі мотивация беретін сөздер айтады да настройларын өзгертеді. Екінші таймға Ричмонд мүлдем бөлек болып шығады. Солай тағы бір гол соғып, жеңісті жұлып алды. Ойыннан соң Тед ақыры шешім қабылдайды. Әйелі онсыз бақытты болатынын түсініп, дальше некелері үшін күресу мәнді емес деп, оны жібереді. Жаңбырлы ауа райында Тед әйелі мен баласы таксиге отырып, аэропортқа бара жатқанын тек алыстан бақылап қана қалды. 6-ші серия. Ребекка Тедке, если Джейми Тарт дальше скамейкеде отыра беретін болса, Манчестер Сити клубы оны арендадан қайтарғысы келетінін мәлімдеді. Бұл шешімге Джеймидің өзі де ашулы, ол тренкаларға бармай қояды. Тед жақында ғана жеке өмірінде ауыр жағдай болғандықтан, Джеймиге жостқы оның мінезі туралы айтып тастайды. Көп ұзамай клубқа жаңа ойыншы қосылады, Дэнни Рохас. Оның шеберлігі мен таланты сразу бәрін өзіне баурап алды. Тед тренкадағы ойынын көріп, Джеймиді алмастыруға кандидат табылғанына қуанады. Алайда тренкада Дэнни жарақат алды. Тед команданың бұрыннан келе жатқан ырымын біледі. Ойыншылар клубтың емшара бөлмесі қарғысқа ұшыраған және оған кіргендердің бәріне сәтсіздік әкеледі деп сенеді. Осы қорқынышты жеңу үшін Тед бүкіл команданы және Ребекканы жинап, түнде әлгі қарғысты кетіруге арналған ерекше рәсім ұйымдастырады. Соған қарамастан, Тедтің жетістіктері Ребекканы барған сайын алаңдата бастады. Оның команданы біртіндеп біріктіріп, клубтағы ахуалды жақсартып жатқанын көрген Ребекка ұжымды едәуір әлсіретуі мүмкін қадам жасауға бел буады. Тедтің қалауына қарсы шығып, Джеймидің арендасы әлі аяқталмай тұрып, Манчестер Ситиге жібереді. 7-ші серия. Тед әйелінен ажырасу туралы құжаттарды алады, бірақ алдағы Эвертонға қарсы матчқа назар аудару үшін оларды бір шетке қоя тұрады. Киім ауыстыратын бөлмеге кіргенде, ол ойыншылардың көңіл күйі түсіңкі екенін байқайды. Ричмонд Эвертонды соңғы 60 жыл бойы жеңе алмаған. Тед Ливерпульге жолға шығар алдында команданың рухын көтеруге тырысады. Қалаға келгеннен соң команда қонақ үйге орналасады. Ребекка да сырт алаңдағы матчқа өзімен бірге Киллиді ертіп келеді. Олар Ребекканың бала күнгі құрбысы Сессимен бірге көңіл көтеріп, кешті жақсы өткізуді ұйғарды. Осы уақытта Тед, Пирт және Нейт ойынға арналған тактикалық жоспар ойлап табуға тырысуда, бірақ лайықты шешім табылмайды. Түннің бір уағында Нейт өз идеяларын жеткізу үшін Тедтің бөлмесіне келеді. Алайда Тед ажырасу жайлы ойланып, эмоциялық қысымның әсерімен Нейтке ұрсып береді. Келесі күні таңертең Тед одан шын жүректен кешірім сұрап, өз ұсыныстарын айтып беруін өтінеді. Нейттің идеялары пайдалы болып, ол командаға көмектесті. Жаңа тактиканың арқасында Рой маусымдағы ең үздік ойындарының бірін көрсетеді, ал Ричмонд 1-0 есебімен жеңіске жетті. Жеңісті тойлау кезінде Тедте кенет панический атака басталады. Ол басқалардан алыстап кетеді, бірақ Ребекка оның жағдайын байқап қалып, тауып алады да қонақ үйге қайтқанға дейін сабырға келуін көмектеседі. Жалғыз қалған Тед ақыры ажырасу құжаттарына қол қойып, қол қойылған құжаттардың суретін әйелінің адвокатына жібереді. Дәл осы сәтте оның бөлмесінің есігін Сесси қағады. Содан кейін олар түнді бірге өткізді. Ал Рой болса Киллиге деген сезімдері күшейе түскендіктен оны номерінен шығарып салады. Екеуі сүйіседі. Алайда содан кейін Рой Сигма екені есіне түсіп кетіп қалады. 8-ші серия. Бирт Тедтің бір нәрсеге алаңдап жүргенін байқайды. Ол Хиггинс пен Нейтанды кабинетке жинап, үшеуі бірге Тедке Сессимен өткізген түннен кейінгі сезімдерін түсінуге көмектеседі.
Жеке және эмоциялық мәселелерде бір-біріне қолдау көрсетіп отыруға шешім қабылдаған олар өзіндік қолдау тобын құрып, оны Diamond Dogs деп атайды. Осы уақытта Келли Ройдың әрекетін түсіне алмай жүр. Сасқалақтап, өз сезімдеріне сенімсіз болған Келли күтпеген жерден үйіне келген Джеймимен түн өткізеді. Келесі күні таңертең Тед Ребеккаға әдеттегідей печенье әкеледі. Бірақ бұл жолы паника кезінде көрсеткен қолдауы үшін алғыс ретінде оған шоколадты трюфельдерді сыйлайды. Ребекка Тедті өзімен бірге клубтың миноритарлық акционерлері саналатын апалы сіңлілі Милктармен кездесуге ертіп барады. Рой Келлидің Джеймимен бірге болғанын біліп қойды. Алайда Diamond Dogs мүшелері оған жағдайға байыппен қарауға шақырады. Алайда ол Келлимен шынымен бірге болғысы келетінін түсініп, сезімін мойындауды шешеді. Кездесуде Ребекканы сюрприз күтіп тұр еді. Ол Руперттің өзінің жаңа қалыңдығы Бекстің көмегімен Милк апалы сіңлілерінің үлестерін сатып алып, сол арқылы клубтағы ықпалын күшейткенін біледі. Бұл хабар Ребекканы қатты күйзелтеді. Ребекканы қолдау үшін Тед Рупертке дартс ойыны бойынша бәстесуді ұсынады. Егер Тед жеңсе, Руперт енді клубтың директорлар кеңсесінде бола алмайды. Руперттің өзіне тым сенімді болғанына қарамастан, Тед ойында сенімді түрде жеңіске жетті. Келесі күні таңертең Хиггинс жұмыстан кетемін дейді. Өйткені Ребекканың ниеті әлі де өзгермегеніне ашулы. Сол уақытта Келли ана фотосуреттерді Ребекка ұйымдастырғанын біліп, одан спрос алады. 9-шы серия. Рой өз қақпасына гол соғып алып, команда жеңіліп қалды. Баспасөздің және кейбір жаттықтырушылар штабы мүшелерінің қысымына қарамастан, Тед капитанды қолдауды жалғастырып, оны қосалқы құрамға отырғызудан бас тартты. Осы уақытта Ребекка бұрынғы күйеуімен жағымсыз кездесуден кейін ақыры Тедке қарсы бұрын жасаған айлы әрекеттерін мойындайды. Осыдан кейін Ребекка тағы бір маңызды қадам жасайды. Хиггинстен кешірім сұрау. Хиггинс оның өкінішін қабылдап, клубқа қайта оралуға келіседі. Келесі жаттығулардың бірінде Тед команда үшін Ройды заменаға ауыстыру қажет екенін түсіне бастайды. Бірақ Рой бұл шешіммен мүлде келіспейді. Кейін Келлимен сөйлескеннен соң, ол жағдайға более сабырлырақ қарап, бұл шешімді қабылдай бастады. Осы уақытта Тед Бирттің жеңіске емес, адамдарға тым көп көңіл бөлетініне көңілі толмай жүргенін біледі. Айналасындағы адамдар оның шешімдерін жиі күмәнға ала бастағанын сезген Тед ішіндегісін ішімдікке шығарады. Үйіне қайтып келе жатып, оны машинаға ақпете жасайды, бірақ Рой оны дер кезінде құтқарып қалды. Олар бірге Тедтің үйіне барады. Сол жерде Рой ашық сөйлесіп, команда үшін Тедтің жоспарына сеніп, қосалқы ойыншы болуға келісетінін айтады. Келесі күні таңертең Тед Ребекканың кабинетіне келіп, по пути раздевалкаға соғады. Ол Хиггинстің қайта оралғанына шын жүректен қуанып, оған печенье қорабын, ал Ребеккаға оның әдеттегі порциясын береді. Тед командаға келгенде Бирт Нейтпен арадағы қарым-қатынас ақыры түзелгенін көреді. Барлық келіспеушіліктер артта қалып, жаттықтырушылар штабы қайтадан бір тұтас командаға айналды. Енді олар Манчестер Ситиге қарсы маңызды матчқа толықтай дайындала алады. 10-шы серия. Матч алдында Нейт ассистент тренер қызметіне көтеріледі, ал Рой өз орны скамейкада болғандықтан капитандықты Айзекке тапсырды. Осы уақытта командада жанкүйерлер Манчестер Ситиге қарсы ойын алдында үмітсіз күйде болады. Жеңіс клубты премьер-лигада сақтап қалуы мүмкін еді, бірақ Тедтен басқа мұндай нәтижеге сенетіндер өте аз. Келесі күні таңертең Ребеккамен сөйлескеннен кейін Тед жаттығуды стандарттан тыс комбинацияларда пысықтауға арнауға шешті. Матч күні Ричмонд Манчестер Ситиге лайықты қарсы тұрады, бірақ 61-ші минутта пенальтиден гол жіберіп алды. Соған қарамастан, команда бар күшін салып ойнауды жалғастырады. Джеймиге гол соғуға тамаша мүмкіндік туған сәтте, оны жаңа ғана алаңға шыққан Рой тоқтатып үлгерді. Осы эпизодта Рой тізесінен жарақат алып, жанкүйерлердің қошеметімен алаңнан нағыз герой ретінде кетеді. Осы кезде Тед орындықта отырып, Кристал Пэластың ірі жеңісінен кейін Ричмондқа енді тең ойында премьер-лигада қалуға жеткілікті екенін түсінеді. Матчтың соңғы сәттерінде команда алдын ала дайындалған комбинацияны жүзеге асырып, Дэнни Рохас қосымша уақытта керемет гол соғады. Алайда Ричмондтың қуанышы ұзаққа созылмады. Манчестер Сити олардың гол тойлағаннан кейінгі босаңсуын пайдаланып, тағы бір гол соғып кетті. Нәтижесінде Ричмонд премьер-лигадан ұшады. Матчтан кейін Тед командаға қолдау көрсетіп, ойыншыларға жеңілісті еңсеруге көмектеседі. Дегенмен төмен түскеніне қарамастан, клуб басшылығы оны келесі маусымда да бас бапкер ретінде қалдыру туралы шешім қабылдайды. 2-ші сезон, 1-ші серия.
Ричмонд жаңа маусымды қатарынан 7 тең ойынмен бастайды. Кейін оған тағы бір тең ойын қосылады. Дэнни пенальти теуіп, соның салдарынан клубтың маскоты қаза табады. Осы оқиғадан кейін Дэннидің психологиялық жағдайы күрт төмендеп, ойыны да нашарлайды. Клубқа оның қалпына келуіне көмектесу үшін доктор Шерон Филдстоун шақырылады. Алайда Тед оған аса қатты сенбейді. Типа алдын семейный отношенияны шешу үшін осындайға жазылған, бірақ тым көмектеспепті. Дэнни психологиялық тығырықтан шығуға тырысып жүргенде, Ребекка да жеке өмірін реттеу үшін қайта ұмтылып, кездесулерге барады. Бірақ соңында қазіргі өзіне сай адам таппайды. Рой үшін де жағдай оңай емес. Манчестер Ситиге қарсы матчта алған тізе жарақатына байланысты, ол мансабын аяқтауға мәжбүр болады. Қазір ол детский тренер. Келли оны футбольный эксперт болуға шақырып еді. Рой бұны онша қатырмады. Екінші серия. Джейми Манчестер Ситиден кетіп, реалити-шоуда өзін сынап көріп еді. Бәрі ойдағыдай болмады. Оны проекттен сразу қуып жіберді. Осыдан кейін оны Манчестер Ситиде басқа бірнеше клубта қабылдамайды. Нәтижесінде ол Ричмондқа қайта оралып, клубтан оны қайта алуды сұрайды. Осы уақытта Тед доктор Шеронмен отношениясын дұрыстауға әрекет етіп жүр. Алайда бұдан түк те шықпайды. Келли Ройды ақыры теледидарда жұмыс істеуге көндірді. Рой эфирге өзінің мінезін ашық, яғни грубый тонмен сөйлеп еді, көрермендерге бұл қатты ұнап қалды. Осы уақытта Тедтің кабинетінде 3 тренер Хиггинспен бірге Джеймидің Ричмондқа оралуын талқылайды. Бирд пен Нейт бұл идеяға қарсы болса, Хиггинс пен Тед оны қолдайды. Нәтижесінде Джеймиді клубқа қайтару туралы шешім қабылданды. Үшінші серия. Матч алдындағы баспасөз мәслихатында Тед сұрақ қойған Трентке Джеймиді жақсартуға көмектескісі келетінін айтады. Сэм клубтың демеушісі Dubai Air компаниясының амбассадоры болуға келседі, бірақ олардың еншілес компаниясы Cerathium Oil'дың Нигериядағы экологиялық қылмыстары туралы білгеннен кейін бұл келісімнен бас тартты. Кешірім сұрағанына қарамастан, Джейми командаға әлі де толық сіңісе алмай жүр. Осы уақытта Ребекка Cerathium Oil компаниясының бас директоры Ричардқа Сэмнің шешімі туралы қабылдайды. Ал ол Сэмді командадан қуу керектігін айтады. Алайда Ребекка Сесси және Норамен сөйлескеннен кейін не болса да Ричардтың талабына қарсы шығуға шешім қабылдайды. Келесі матчта Сэм Dubai Air компаниясына қарсы ашық наразылық ұйымдастырды. Бұл әрекет Cerathium Oil'дың Нигериядағы жұмысын тоқтатуға әкеледі, және сонымен қатар Джейми менде ара қатынасы жақсарады. Төртінші серия. Рождество. Мерекені атап өту үшін команда бір-бірімен сыйлық алмасады. Ал Хиггинс өз отбасынан алыс жүргендерді үйіндегі отбасылық кешкі асқа шақырады. Тед кешке дым планы жоқ, үйде қалады. Ол ұлымен видеозвонокпен сөйлесіп, кейін түнді ішімдік ішіп өткізуге дайындалады. Бірақ Ребекка келіп, оны үйінен алып кетеді де, оның жалғыз қалуына жол бермейді. Осы уақытта Келли мен Рой мерекені әр үйге барып, Фибиге дәрігер іздеп өткізеді. Оның тісі ауырып жүр екен. Дәрігерді тапқаннан кейін Рой Келли мен бірге Фибиге бұрын тіл тигізген балаға барып, одан кешірім сұратуға мәжбүр етеді. Кейін олар бірге Санта эльфтері сияқты киініп, үйлерге сыйлық таратады. Кештің соңында олар Хиггинстің үйінің алдында топ құрып, бәрі-бірге ән айтып, Рождествоны атап өтеді. Бесінші серия. Нейтан ата-анасының мерейтойын атап өту үшін терезе жанынан үстел броньдауға тырысады, бірақ самооценкасы төмен болғандықтан администратормен дұрыс сөйлесе алмайды. Соңында ол Ребекка мен Келлиден көмек сұрайды. Осы уақытта клубта команда жеңіліске ұшырайды, ал Тед Ройға капитанның ішкі қысымын азайтуға көмектесуін сұрайды. Ол Ройға жаттықтырушы болуды да ұсынды, бірақ Рой бұл ұсыныстан бас тартты. Ребекка қайтадан махаббатын табуға бел буып, Келлидің танысу сайтында тіркеледі, және күтпеген жерден анонимді қолданушымен байланыс орнатып, онымен ерекше жақындық сезінеді. Ребекка мен Келлидің қолдауының арқасында Нейтан ақырында ата-анасына арналған терезе жанындағы үстелді сәтті бұрындайды. Келесі матч алдында Ройдың жұмысы нәтижесін бере бастағаны байқалады. Айзек жаттығу кезінде әлде қайда сабырлы әрі көңілді көрінеді. Сонымен қатар Рой кенеттен телевизордағы футбол сарапшысы қызметінен бас тартып, Ричмондқа қайта оралып, жаттықтырушы болуға бел буады. 6-шы серия. Ребекканың анасы Дебора оның үйіне келіп, күйеуімен ажырасып кеткенін айтады. Ребекка бұны норм қабылдап, Тедті екеуімен бірге түскі асқа шақырады. Клубта Джейми командаға қайта оралғанына қарамастан, Ройға өзінің шынымен өзгергенін және жаңа өмір бастағанын дәлелдеу үшін әлі де көп нәрсе істеу керектігін түсінеді.
Матч күні Ричмонд пен Тоттенхэм ұзақ уақыт бойы есеп аша алмайды. Алғашқы 30 минут голсыз өтеді. Бірінші тайм аяқталуға жақын қалғанда Джейми Ричмондты алға шығарды. Алайда матчтың соңына қарай жағдай күрт нашарлайды. Тедте панический атака басталып, ол алаңнан кетуге мәжбүр болады. Оның кетуі команданың ойынын бұзып, Тоттенхэмге есепті теңестіруге мүмкіндік берді. Шешуші сәтте Нейтан жауапкершілікті өз мойнына алып, жаңа тактикалық схема ұсынады. Соның арқасында Ричмонд жеңіске жетті. Матчтан кейін Нейтан матч қаһарманы ретінде алған назар мен мақтауға шамадан тыс әуестеніп кетті. Сол кеште Тед ақыры доктор Шерон Филдстоунға жазылып, кәсіби психологиялық көмек алуға шешім қабылдайды. 7-ші серия Тед Шеронға келіп, көмегі үшін алғыс айтқысы келеді. Ол өзін жақсы сезініп, келесі сессияны тоқтатуға шешім қабылдайды. Бірақ келесі күні ол бәрібір оның қабылдауына қайта келіп, неге терапияға сенбейтінін түсіндіреді. Келли Ройдың үнемі қасында болуы оған ұнамай бастағанын сезеді. Ол бұл туралы Ребекка мен Хиггинске айтады. Олар оған Роймен ашық сөйлесуге кеңес берді, бірақ Келли үшін бұл қадамға бару өте қиын. Сэм мен Ребекканың танысу қосымшасы арқылы басталған қарым-қатынасы дамып келеді, бірақ әзірге олар бір-бірімен сөйлесіп жүргендерін білмейді. Келлидің үйінде ол ақыры Ройға өз сезімдері мен күмәндарын шын жүректен айтады. Рой мұны ауыр қабылдап, қатты қиналады, бірақ Джейми Ройға бұл бойынша көмектеседі. Осы уақытта барда Тедке Трент келіп, соңғы матч кезінде кенеттен алаңнан кетуінің ресми себебін түсіндіруді сұрайды. Тед біраз ойланғаннан кейін «Прост отравление болдым» дей салды. 8-ші серия Шерон өзіне Тедке қалай дұрыс жету керегін түсіну үшін басқа терапевттен кеңес алуға кіріседі. Жұмысқа бара жатқан жолда ол жол апатына түседі. Ал Тед оның голосовойларын тыңдап болғаннан кейін ауруханаға келді. Сэмнің приложениеде танысқан қызы ақыры живой кездесуге келседі. Ол даже дайындалу үшін команда капитаны Айзектен четко прическа жасап беруін сұрайды. Ройдың жағдайы онша емес. Ол Фибиді мектептен алып кетеді. Себебі ол тым көп боқтық сөздер қолдана бастаған. Бірақ жағдай жақсы аяқталып, Фиби енді жаман сөз айтпауға уәде берді. Сэм мен Ребекка ақыры приложениеде бір-бірімен сөйлесіп жүргендерін түсінеді. Мұны білген соң, олар кездесуді тоқтатуға мәжбүр болады. Тед бапкерлеріне Тоттенхэмге қарсы матчта неліктен алаңнан кеткенінің себебін айтып берді. Бірақ бұл командаға Манчестер Ситиден 5-0 есебімен жеңілістен құтылуға көмектеспейді. Джеймидің әкесі оны киім ауыстыратын бөлмеде тауып алып, оған қысым көрсетеді. Бирд болса, оны күштеп шығарып жіберді. Осы оқиға Тедті ақыры Шеронға әкесінің қайтыс болғаны туралы шындықты айтуға итермелейді. Кешке қарай Сэм Ребекканың үйіне келеді, ал әйел оны ішке кіргізеді. 9-ші серия матчтан кейін Манчестер Ситиге қарсы ойында Бирд үйіне жалғыз қайтуды шешті. Оның Джейнмен қарым-қатынасы быт-шыт болып, бұл оны қатты күйзеліске түсіреді. Ол кешті папта 3 жергілікті тұрғынмен бірге өткізеді, бірақ пап жабылғаннан кейін бәрі сыртқа шығуға мәжбүр болды. Кейін олар Боун and Honey атты элиталық клубқа барады. Айламен ішке кірген оны клубтан шығарып жібереді. Косяктар бұнымен таусылмады. Алғаш оның ізіне бір әйелдің жігіті түсіп, ал кейіннен Джеймидің әкесі мен екі досы оны ұрып кетеді. Кейін ол Джейннен көптеген хабарламалар мен қоңыраулар бар екенін көреді де, отношениені түзетуге тырысады. Ол Джейн бар клубқа барып, екеуі татуласады. Олар жай ғана бірге жақсы кеш өткізуге шешім қабылдайды. Келесі күні Бирд жұмысқа четко настроениемен келді. 10-ші серия Ребекка мен Сэмнің тамаша түннен кейінгі таңғы көңіл күйін Дебора әкелген жаңалық бұзады. Оның күйеуі қайтыс болыпты. Келли мен жаттықтырушылар штабы жерлеу туралы мәселені талқылап жатқанда, бүкіл команда Ребекканы қолдау үшін жерлеу рәсіміне келеді. Тед жерлеуге дайындалып жүргенде тағы бір паникалық шабуылға ұшырайды. Соның салдарынан ол Шеронға тағы да ашылады. Осыдан кейін ол рәсімге кешігіп болса да келеді. Ребекка Келлиге, Сессиге, Дебораға және Нораға Сэммен кездесіп жүргенін айтады. Кейін ол анасы мен әкесі туралы сөйлеседі. Жерлеу кезінде Ребекканы қоштасу сөзін айтуға шақырады. Сөз таба алмаған ол ән айта бастайды, ал біртіндеп бүкіл зал оған қосылып кетті. Жерлеуден кейін Руперт Бэкске клубтағы үлестерін қайтарып береді және кетер алдында Нейттің құлағына бірдеңе сыбырлайды. Содан соң өзін Сэмге зиянын тигізіп қоюдан қорыққан Ребекка онымен
айырылысу туралы шешім қабылдайды. 11-ші серия кезекті жеңістен кейін Тед Шеранға арналған қоштасу презентациясын дайындауға назар аударуды шешті. Команда қоштасу хореографиясын пысықтап жатқанда клубқа Эдвин Акуфо келеді. Ол Сэмді сатып алып, оны Мароккодағы клубына алып кеткісі келетін ганалық миллиардер. Ребекка Тедке Сэмге деген сезімі туралы ашық айтып, Акуфоның оны алып кетуіне жол бергісі келмейтінін білдіреді. Тед Шеранның жасырын түрде кетіп қалмақ екенін біліп, оның үйіне барып сөйлеседі. Осыдан кейін олар бірге Мэйдің пабына барып, Тед Шеранмен қоштасады. Осы уақытта Акуфо Сэмді өзіне көндіруге тырысып, оны жаңадан сатып алған мұражайы мен нигериялық мейрамханасына апарады. Сэм соңғы шешімін маусымның соңғы матчынан кейін ғана айтамын дейді. Үйіне оралған Тедке Тренттен хабарлама келді. Ол Тедтің Тоттенхэмге қарсы матчтағы панический атакасы туралы мақала жариялайтынын және ақпарат көзі Нейтан болғанын айтады. 12-ші серия келесі күні таңертең Тедтің панический атакасы туралы мақала барлық жаңалықтарда жарияланды. Ребекка, Мишель және Шерон оған хабарласып, хал жағдайын сұрайды. Көптеген журналистер мен жанкүйерлер оның команданы басқару қабілетіне күмән келтіре бастайды. Осы уақытта Ребекка маңызды жаңалық біледі. Руперт енді Вест Хэм Юнайтед футбол клубының жаңа иесі атанған. Кешке қарай Тренттің жасырын ақпарат көзі Нейт екенін әлдеқашан түсінген Бирд Тедтен бұл мәселеге қатысты қандай да бір әрекет жасайсың ба деп сұрайды. Алайда Тед сабырмен ешкімді кінәламайтынын айтады. Шешуші матч күні Ричмонд бірінші тайым аяқталған кезде 0-2 есебімен жеңіліп жатады. Киім ауыстыратын бөлмеде Нейт ақыры ішінде жиналған барлық өкпе-ренішін Тедке төгеді. Нейт Тедке оның тактикалық идеяларын типа өжіз шығарғанда етіп, бәріне жақсы көрінуге тырысып жүрсің дейді. Тед кешірім сұрап жағдайда түсіндіруге тырысқанымен Нейт ашуға булығып кетіп қалады. Бұған қарамастан Ричмонд аяққа тұрып есепті теңестіреді. Матч 2-2 есебімен аяқталды және бұл нәтиже клубтың қайтадан премьер-лигаға оралуына жеткілікті болған еді. Соңғы ысқырықтан кейін команда жоғарғы дивизионға қайта шыққанын тойлайды. Алайда Нейт Ричмондтан кетіп, Руперттің жаңа футбол клубы Вест Хэм Юнайтедтің бас бапкері болу туралы ұсынысын қабылдайды. Осы кезде Сэм Эдвин Акуфоның ұсынысынан бас тартып, Ричмондта қалуға шешім қабылдайды. Миллиардер қатты ашуланғанымен Сэм клубына және өз принциптеріне адал болуды шешті. Осылайша екінші маусым аяқталады. Үшінші сезонда басты кейіпкер қиын кезеңді бастан кешірді. Ол бұрынғы әйелі Мишельдің олардың бұрынғы отбасылық дәрігері Джейкобпен кездесіп жүргенін білгеннен кейін депрессияға түсіп, командадағы жұмысына толық көңіл бөле алмай қалды. Командаға жаңа звезда игрок қосылады. Зава. Оның келуі Ричмонд командасының сәтсіздіктер сериясын уақытша тоқтатты. Бұл Ребекканы қатты қуантады. Өйткені ол өзін сатып кеткен Нейт жаттықтыратын Руперттің Вест Хэм командасын жеңуге қатты дайындалуда. Бір уақытта Зава күтпеген жерден мансабын аяқтайтынын жариялайды. Рой Кент Джейми Тартты команданың жаңа басты жұлдызына айналдыру үшін оны жеке жаттықтыра бастайды. Тед өз жеке мәселелерімен айналысып жүргендіктен Рой баспасөз мәслихаттарын өткізуді де өз мойнына алды. Уақыт өте келе Тед Мишельге деген өкпесін артта қалдырып, қайтадан толықтай командаға назар аударады. Ол тотальный футбол деп аталатын тактиканы енгізді. Бұл жүйеде кез келген ойыншы алаңдағы кез келген позицияда ойнай алады. Мұндай тәсіл футболшыларды алаңда бір-біріне дәл алаң сыртында қалыптасқандай сенім артуға үйретеді. Total футболдың және Джеймидің нағыз супержұлдызға айналуының арқасында Ричмонд победный серия жасайды. Осы оқиғалардың бәрін бұрынғы The Independent газетінің журналисті Трент Крим бақылап, клуб туралы жаңа кітап жазып жүреді. Осы уақытта Рой Кент Келлимен айырылсады, өйткені ол өзінің жаңа пиар агенттігін ашып жатқан Келлидің дамуына кедергі келтіремін деп қорқады. Кейін Келли өзінің бизнесін қаржыландыратын венчурлық компанияның басшысы Джекпен қарым-қатынас бастайды. Алайда интернетте Келлидің ескі интимдік суреттері жарияланғаннан кейін Джек онымен айырылысып, командасын қаржыландыруды тоқтатады. Бірақ Ребекка KJPR агенттігіне инвестиция салуды ұсынады. Соның арқасында Келли өз бизнесін сақтап қалып, жаңа әріптесі әрі досы Барбарамен жұмысын жалғастырады. Вест Хэмде Нейт жаңа командасын жеңістер тізбегіне бастап, Смидің сүйіктісіне айналады. Ол үші Вундеркинд бала деген секілді лақап атқа ие болды. Нейт клуб иесі Руперттің көзіне жақсы көрініп жүр.
Солай Нейт сүйікті мейрамханасына жұмыс істейтін Джейдпен кездесе бастағаннан кейін өзіне одан да қатты сенімді бола түсті. Кейіннен ол Руперттің мақтауына еріп, Тед пен Ричмондқа жасаған әрекеттеріне өкіне бастайды. Осы уақытта Ребекка анасының кеңесімен көріпкелге барады. Бастапқыда ол бұған күмәнмен қарағанымен, көп ұзамай көріпкелдің өмірі туралы соншалықты көп нәрсе білетініне таңғалады. Әсіресе оның бір күні ана болатыны туралы болжам Ребекканы қатты таңырқатады. Осыдан кейін Ребекка болжамдағы түрлі белгілерді айналасынан жиі көре бастайды, және өзінің тағдыры Сэммен байланысты ма, әлде Амстердамда романтикалық түн өткізген жалғызбасты әкемен байланысты ма деп ойланады. Руперт оны футбол суперлигасына қосылуға шақырғанда, Ребекка іс жүзінде бұл жобаны тоқтатып тастайды. Осыдан кейін Рупертпен араларында белгілі бір дәрежеде татуласу орнайды. Руперт оны сүймек болғанда, Ребекка одан бас тартады, өйткені өткен өмірін толықтай артта қалдырғанын айтады. Содан кейін Ребекка Тедке Вест Хэмді кек алу үшін жеңуге деген қажеттілікті енді сезінбейтінін баяндады. Ал Руперт қазіргі әйелі Бэкске жаңа көмекшісімен измена жасап, үші онымен қоймай, Нейтті де Джейдке измена жаса деп тартады. Бірақ Нейт ақыры өз бастығына қарсы шығып, Вест Хэмнен кету жайлы шешім шығарды. Джейд оны Ричмондқа қайта оралуға көндіреді. Бастапқыда Нейт күмәнданғанымен, бүкіл команда, тіпті оған ашулы болған жаттықтырушы Бирттің өзі де оны құшақ жая қарсы алды. Маусым соңына қарай Ричмонд Тедтің Ребеккаға берген бастапқы уәдесін орындауға және Премьер-лиганы жеңіп алуға өте жақын келеді. Алайда соңғы матчтың алдында Тед клубтан кетіп, ұлына жақынырақ болу үшін Америкаға оралатынын жариялады. Команда оған Вест Хэмге қарсы соңғы ойын алдында әсерлі қоштасу рәсімін ұйымдастырады. Нейттің әйгілі комбинациясын пайдалана отырып, Ричмонд Вест Хэмді жеңеді, ал Руперттің іші қатты ашып қалады. Жеңіске қарамастан, Ричмонд маусымда екінші орында аяқтап, чемпиондықты Манчестер Ситиге береді. Кетуге дайындалған Тед Ребеккамен қоштасады. Ребекка клуб акцияларының 49%-ын жанкүйерлерге сатып, Ричмондтың өзі әрқашан армандаған отбасыға айналғанын түсінеді. Сонымен қатар ол Амстердамдағы жұмбақ сүйіктісімен қайта қауышады. Жаттықтырушы Бирт өз жолымен жүру уақыты келгенін түсініп, Ричмондта жаттықтырушының көмекшісі ретінде қалады. Рой Кент Ричмонд командасының жаңа бас бапкері болады, және Тед пен Даймонд Токстың кеңесі бойынша ақыры психотерапияға жазыла бастайды. Рой мен Келли қайта қосылмаса да жақсы қарым-қатынастарын сақтап қалды. Ал Ройдың Джейми мен жаттықтырушы ретіндегі байланысы шынайы достыққа ұласты. Джейми ақырында оңалту курсынан өтіп жатқан әкесімен татуласады. Сэм өзінің арманын жүзеге асырып, Нигерия ұлттық құрамасына шақырту алады. Келли Ребеккаға Ричмонд әйелдер командасын құруды ұсынады. Сериалдың соңында Тед Лассо Америкаға өз отбасының жанына оралады және ұлының балалар футбол командасын үлкен қуанышпен жаттықтырады. Осымен сериал аяқталды. Негізі бұл сериал жай ғана футбол туралы болған жоқ. Жалпы өмірде мейірімді бол, әрдайым шындықты айтсаң өмірің жақсы жаққа өзгереді деп жатады ғой. Бұған сену қиын, егер де айналада оған мысал болмаса. Тед Лассода болса, бұл анық байқалады. Еще бірде күлкілі, бірде драмасы бар сериал бір топ адамның бір мақсатқа қол жеткізуге ұмтылу арқылы бірге өскенін де көрсетеді. В общем, если бос уақыттарыңыз болса, обязательно толық қарап шығыңдар. Мен тек сюжетін ғана айттым. Комментарийге өз ойларыңмен бөлісуге болады. Сосын бізді қолдау мақсатында видеоға лайк басып, басқа да сериалдарды өткізіп алмау үшін арнаға тіркеліп алыңыз. Ендеше басқа айтар ештеңем жоқ. Бәріңе сәттілік, бәріңе давайте.